Бүгін Таразда Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімовтың жүлдесіне арналған 12-ші облыстық ашық шахмат турнирі өз мәресіне жетті. Жасөспірімдер арасындағы жарыстың қорытынды сәтіне халық әртісі Асанәлі Әшімовтың өзі келді, келбет шәмші жалғастырсын. Турнир еліміздің жас шахматшыларына өз шеберліктерін шыңдап, тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Бұл дода тек спорттық бәсеке ғана емес, жас ұрпақты зияткерлікке, тәртіпке және табандылыққа тәрбиелейтін маңызды мәдени рухани іс-шара. Жалпы жарысқа 7 мен 13 жасқа дейінгі 220 ойыншы қатысты. Жарыс 4 бөлек турнирден құралады. Қыздар балалар бөлек ойнайды. Сонда 7 жасқа дейін, 9 жасқа дейін, 11 жасқа дейін және 13 жасқа дейін. Бүткіл республиканың балалар кеп қатысты. Енді атап шыққанда Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Алматы қаласы, Ақтөбе облысынан қатысып отыр, бүткіл Жамбыл облысы. Аталған турнир дәстүрлі түрде Асанәлі Әшімовтың туған жері Сарысу ауданында өтетін. Биыл алғаш рет Таразда өтіп жатыр. Халық әртісі еліміздің әр өңірінен келген балаларға батасын берді. Сіздерде келешек, сіздер біздің мақтанышымыз болуға тырысыңыздар әрқайсыңыз. Жан-жақтан сабақта, оқуда, спортта алда болып отырсыңдар балалар. Соның бір айғағы бүгін шахмат деген ойын балаларға керек. Балалардың тез есеюіне, тез ер жетуіне, маңызды өмір сүруіне шахматтың рөлі үлкен. Өте жас балалар, өте жас оқушылар қатысуда. Бұйыртса, сол жастардың арасынан еліміздің атын әлемге танытатын белгілі шахмат ойыншылары шығатынына біз сенеміз. Және ол ойыншыларымыз, спортшыларымыз жүрген жерінде еліміздің атымен қоса біздің қадірлі Асанәлі атамыздың да атын насихаттап жүретініне сенеміз. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне диплом және бағалы сыйлықтар табысталды. Сонымен бірге Асанәлі Әшімов қоры тарапынан алғыс хат пен қаржылай сыйлық пен естелік кітаптар табысталды. Келбет шәмші, Байғани Бүркітбаев, Айқын ақпарат.